Сәлеметсіздер ме білім алушылар? 52-ші есеп 5-ші сыныптың оқулығындағы бірінші жақшаның ішіндегі көбейтуді орындаймыз. Одан кейін азайтуды орындаймыз. Бөлу және төртінші қосу. 101-ді 59-ға көбейтемін. 5959. 5959-дан 3645-ті азайтамын. 4, 1, 3, 2. 2314. 400.322-ні бөлемін. 2314-ке оған қосамын 827-ні. 400.322-ні бөлемін 2314-ке. 4003-тің ішінде бір рет 2314, 9, мұнда 8 қалады, 9, 6, 1. 2 түсіреміз. 8-ден беріп көрейін. 2 бір ойда, 8, 9, 24, 4-ін жазам 2 ойда, асып кетеді, 7-ден беремін. 7 4-ім 28, 2 ойда, 7, 9, 21, 2 ойда, 14, 16. 12, 4, 9, 7, 6. 6942-ның ішінде 3-тен беремін. 2 бір ойда, 3 ойдағы мен 4, 9, 6. 173. Оған қосамын 827. 173-ке қосамын 827. 0 бір ойда 9, 0 бір ойда 9. 1000. Есептің нәтижесінде 1000 шықты. 52-ші есептің 3-ші есебі бірінші жақшаның ішіндегі бөлу амалын орындаймыз. Одан кейін қосу. Егер жақшаның ішінде емес, мысалы сыртында бөлу мен көбейту және қосу, азайту тұратын болса, міндетті түрде бірінші бөлу мен көбейтуді орындап аламыз. Содан кейін барып қосу мен азайтуға көшеміз. Ең бірінші 55022-ні бөлемін 451-ге. 550-ден қайырамын, 1-ден беремін. 9, 9, 2, 2-ден беремін. 2, 0 бір ойда 8, 9. Тағы да 2-ден беремін. 122. 2000 азайту, 122 қосу 93, бөлу 215. 122-ге 93 қосамын, 5, 1, 215. 2000 азайту 215 бөлу 215. Мысалы, осы жерде бірінші азайтуды орындап қоймаймыз, ол бізде қате болып есептеледі. Бірінші бөлуді орындаймыз. 215-ті 215-ке бөлеміз, 1 болады. 2000-нан 1-ді азайтамын, 1999. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолданған кезде амалдардың орындалу ретін сақтау өте маңызды. Келесі 54-ші есеп. 54-ші есепте бірінші 33-ті 17-ге көбейтіп алуға болады, болмаса 21-ді 19-ға көбейтуге болады, болмаса 2020-ны 10-ға бөліп алуға болады. Мен бірінші сол жақтан бастаймын, екеуін көбейтіп аламын. Одан кейін 21 мен 19-ды көбейтіп аламын. 2020-ны 10-ға бөліп аламын. Бұл 3 амалда бір-біріне тәуелсіз. Содан кейін барып, бірінші амалдан екінші амалды азайтамын. Ол менде 4-ші амал болсын. Осы 4-ші амалдан шыққан нәтижеге 3-ші амалды қосамын. Ол 5-ші амал болады. Және 5-ші амалдан шыққан нәтижеге 4157-ні қосамын. Ол менде 6-ші амал болады. Енді бірінші 33-ті 17-ге көбейтемін. 2 ойда 21, 23, 3, 3, 1, 6.
561 азайту. 21-ді 19-ға көбейтемін. 9, 18, 1, 2, 9, 9, 399. Қосамын. 2020-ны 10-ға бөлемін. 2-ден беремін. 2 жетпейді. 0 түсіремін. 2-ге беремін. 202. Қосамын. 4157. Азайтамын. 561-ден 399-ды. 2, 5, 6, 162. 162 қосу 202 қосу 4157. 162-ге 202-ні қосамын. 4, 6, 3. 364. 364-ке 4157-ні қосамын. 1 ойда, 11, 12, 1 ойда, 4, 5, 4521. Есептің нәтижесінде 4521 шығады. 54-ші есептің үшіншісі. Бұл жерде де бірінші амал, екінші амал бір-біріне тәуелсіз. Одан кейін үшінші амалды орындаймыз. Бірінші амал мен екінші амалдың қосындысы және төртінші амал мына үшінші амалдан 11888-ді азайтқанға тең. Бірінші 4590-ды бөлемін 45-ке. 45-тен қайрамын, 1-ден беремін, 9 жетпейді, 90. Яғни 102 шығады. Оған қосамын, 203-ті 78-ге көбейтемін. 4, 2, 16, 1, 2, 14, 4, 3, 8, 5. 15834 азайту 11888. 102-ге 15834-ті қосамын. 15936-дан азайтамын 11888-ді. 888. 8, 2 қалды, 4. Мұнда 8, 0, 4, 4048. 54-ші есепті аяқтадық.